Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қалайсыздар қыздар? Сіздер шебер перизат арнасындасыздар. Және бүгін біз свитшот тігетін боламыз. Ол үшін маған трех нитка трикотаж матасы және де жеңіне, манжетке және де астына маған кулирка деген мата керек 20 см. Лекалы сызуға өте еріндім, сондықтан дайын бір көйлегін алып піше салайын деп шештім. Егер де каналыма тіркелген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар және де колокольчикті басып қойыңыздар. Ал бисмилля, ондай болса, матамызды жайып алып, пішуді бастаймыз. Ол үшін көйлегімізді, яғни өзінің киімін екіге бүктеп, ең алдымен арқа бөлігін пішіп алатын боламын. Бұл көйлек өзіне өте шақ, кішкене кеңдеп аламын, себебі астында менде кулирка тігілетін болады. Мен бұл көйлекті, яғни свитшотты ұлымның мектепке киюіне арнайы тігіп жатырмын. Джемпердің орнына киетін есебінде. Сондықтан астына ешқандай да мата қалдырған жоқпын. Кулирка болады, жеңінде дәл солай пішіп аламын. Енді мойнын пішіп алдық. Негізінен трикотаж матасымен жұмыс жасау өте оңай, себебі бұл созылатын болғаннан кейін икемге өте тез келеді. Арқа бөлігін матамызды дәл солай бүгілген күйінде екінші жағына қоямыз да алдыңғы бөлікті пішіп аламыз. Ең алдымен мойын жағы кішкене ойылыңқырап тұрады. Сондықтан алдым 8 см деп ойдым. Свитшот және худи толстовкалардың айырмашылығы, бұл свитшотта ешқандай да қалпақ, не болмаса сырма, не болмаса қалта болмайды. Бұл осындай киімнің бір үлгісі. Енді жеңін пішіп аламыз. Жеңінде менде кулиркадан манжет тігемін. Пішіп алған жеңімізді қырқып аламыз. Маған бұл свитшотты тігуде 1 метр алған едім, соның жартысы қалды, яғни жарты метрдей мата кетті. Екі жеңді пішіп алдым. Енді ең әуелі свитшоттың алдыңғы және артқы бөліктерді біріктіріп, иығын тігіп аламыз. Мен тек оверлокпен тігетін боламын бұл жолы. Себебі менің оверлогымда кәдімгі тігісте және оверлокты екі функция бірге жүреді. Сондықтан мен тек оверлокпен тігіп кете беремін. Енді жеңіміздің дәл ортасын тауып аламыз да иығындағы. Сонымен иық сызығымен қосып, инелермен бекітіп аламыз. Сөйтіп тігеміз. Егер жеңі менен иығы қолдық ойындаса шақ келмей қалады деп ойындайтын болсаңыздар, ең алдымен қолмен көктеп алсаңыздар да болады. Мен толықтай сенімді болдым екеуінің шақ келетіндігіне, сондықтан бірден машинкамен тіге беремін. Ал енді жеңнің ұшынан бастап, қолтықпен қоса, жан сызықтарын алдыңғы артқы бөліктерді қосып, бір сызықпен тігіп шығамыз. Футболка тіккен кезде, осыны свитшот, худи тіккен кезде бұл өте тиімді әдіс. Жең қондыруда да өте оңайлы. Енді астына манжетін тігемін кулиркадан. Ол үшін мен 14 см өлшеп алдым. Негізгі өз свитшоттың енінен бір 5-10 см қысқа қылып ала берсеңіздер болады. Өйткені бұл кішкене созылатын резина ретінде қолданатын
бұйым. Дәл осыдан жеңіне де өлшеп қиып алдым. 14 сантиметрді мен ортасынан бүгеміз. Сол кезде ол 7 сантиметр болады. Яғни біздің астындағы манжетіміз 7 сантиметр болады. Дәл осылай мен енді матамызды бүгіп тұрып, мойын жағасын, яғни қазір мойнына тігетін боламыз. Жалпы осы мойнына көлерканы тігіп жатқан кезде кішкене одан да 3-4 сантиметр қысқалау қылып алған дұрыс. Себебі біздің свитшот трикотаж матасы болғандықтан ол созылып кетеді. Ал ол кейін киілу барысында тағы да созылуы мүмкін да, кейін жағасы жайылып жатады. Тігіп жатқан кезде осы кеңестерді естеріңізге сақтап жүріңіздер. Қыздар, сіздер қандай лайфхактар қолданасыздар? Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен барлықтарыңызды оқитын боламын. Мінекей, енді астын тігіп алғаннан кейін жеңінде дәл осылай тігісін ішке қаратып, екіге бүктеп, жеңіне сызықтарын бір жерге келтіріп, инемен белгілеп аламыз, өлшейміз. Бекітіп алғаннан кейін осы жерден тігісті жүргіземіз. Мен енді закадрым тігіп алдым. Мінекей, менің жеңі және асты дайын. Свитшотымның енді тек жағасын қондырсам болды. Оны да мен 4 сантиметр алдым. 4-5 сантиметр алсаңыз болады. Оны қайырған кезде 2-2,5 сантиметр шығады. Қаласаңыздар, бұл жерде түстерін ауыстырып, бір-бірімен комбинировать етуге де болады. Мен мектепке болғаннан кейін классикалық түрде тек қара түсті алдым. Көлеркасын да және де матаның өзінде. Дәл ортасын және де иықтарын белгілеп аламыз. Себебі бұл тігіп жатқан кезімізде бір жерінде көп жиырылып, бір жерінде жаңағыдай матамыз жиырылмай қалмауы үшін барлық жерге бірдей есептейміз. Мінекей, енді тігістің астынан 0,5 сантиметр тігіп шығамыз. Ең үлкен қадамына қоямыз машинканың тігісін. Жарты сағаттың ішінде тігіп алуға болады. Мінекей, біздің свитшотымыз дайын. Енді бұны киіп көру керек. Тадам! Қыздар, егер ұнаса лайк басыңыздар, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.